Еркектерге төсек қатынасы тек бел босату үшін керек қана деп ойлайтын әйелдер өте қатты қателеседі. Қалау сол ғана деп қалағанын беріп құтылған әйел белгілі бір уақыттан соң күйеуінің ыстық құшағында тұншыға алмаса, оған өзі кінәлі. Себебі сол ерінің өзін қалай аймалағанын қаласа, өзі де солай жасай білуі тиіс. Еркектің де жыныс мүшесінен басқа жерінде эрогенді аймақтары бар. Еркек те өзін аймалағанды жақсы көреді. Қалай дейсіз бе? Ол бұлай. Әйелдердікі сияқты еркектердің де осынау дене мүшелері сезімтал келеді. Мәселен, басына массаж жасап, тақырбас болса, шаштың ұшымен қытықтағаннан рахат табатын еркектер де бар. Сол сияқты сүйіскеннен бөлек ерніне саусақ тигізіп, сипалау, тырнақ ұшымен сызып өтуде еркектің тәніне ләззат сыйлайды. Ал құлағы ерекше эрогенді аймақ. Онда көптеген сезімтал нүктелер бар. Егер еріңіздің құлағын сүйер болсаңыз, сондай-ақ жай ғана саусақпен уқалап, қытықтасаңыз да естен тандыруға болады. Еркектің алақаны арқылы қоздыруға болатынын айтқан болатынбыз. Себебі ол жерде көптеген жүйке талшықтарының соңы орналасқан. Сондықтан кез келген жерде еріңіздің алақанын нәзік қана сипаласаңыз, жанына жаға түседі. Сол сияқты еркектің аяғында да сезімтал нүкте көп. Төсекте оған тамаша сезім сыйлағыңыз келсе, бірден құшақ айқастыра кетпей, алдымен аяғынан бастасаңыз болады. Сипалау, табанның әр нүктесін батыра уқалау мен соңынан аздап қытықтаудан соң оның рахаттан қалай балқығанын көресіз. Тізенің артқы жағына, бүгілетін тұсына мән беріңіз. Осы тұсты сипап уқалау да еркектерге майдай жағады. Есте сақтаңыз, еркектер аяқ қолын уқалап бергеннен емес, содан ләззат алған әйелдерді де ешқашан ұмытпайды. Еркектің қарны болуы міндетті емес, сол қарын тұсын сипалау, шашпен қытықтап ойнау, сүюді керемет жақсы көретін еркектер де бар. Себебі қарын еркектердің басым көпшілігінің эрогендік аймағына кіреді. Ол үшін кіндік айналасынан бастап саусақ ұшымен айналдыра, диаметрін әр айналым сайын кеңейте отырып, жаймен сипаласаңыз, соңына жетпей сізді құшағына алып құлай кетуіне дайын болыңыз. Арасында ерін тіл арқылы да еркелетіп қойсаңыз болады. Еркектердің кеудесі әйелдің омырауынан да сезімтал десе сенер ме едіңіз? Ендеше байқап көріңіз. Себебі кеудесіне ерні тиіп, қолмен аймалағаннан еркек біткен есін жоғалтады. Ал тілдің ұшымен еркектің омырауының ұшын қытықтауды білмеуіңіз мүмкін емес шығар. Егер сіздің әрекетіңізден кеудесі көтеріліп, басылып, тынысы жиілеп кетсе, сіздің жеңгеніңіз. Ал мойын айналасы, әсіресе желкесі еркектерді сұлатып салатын жері. Сырғаната сипалап, оқыстан сүйсеңіз, есін жинай алмай қалады. Кейде қаттырақ қимылмен уқалағанды да қалайды. Еркектердің арқасында да сезімтал нүктелер өте көп. Әсіресе жауырын ортасы мен омыртқа бойында және 8 көзінің айналасын сипалау арқылы еркекке бәрін ұмыттыруға болады. Әлбетте, одан басқа арқасына да әйелдің тырнағы аздап батқанын да қалайтын еркектер аз емес. Еріңіз өзге біреуді ойлап жатпасын десеңіз, оның ойында тек өзіңіз ғана болғыңыз келсе, осы айтқан амалдардың барлығын жасап көріңіз. Осылай аймалаған әйелді еркек ешқашан ұмытпайтынына кепілдік бере аламыз.